Балалар, бүгін біз жанды және жансыз табиғатпен қоршаған ортамен танысамыз. Армысың, алтын күн, армысың жер ана, сәлеметсің бе достар. Өте жақсы балалар. Маса. Мынау неме? Құмырсқа. Өте жақсы. Мынау неме? Бұның барлығы неге жатады балалар? Жанды қайтадан. Жанды табиғатқа жатады екен, өте жақсы. Аты не бұның? Сиыр. Сиыр қайда орналасады деді? Кәне, көрсете ғой. Мынау неме? Жан? Жануарлар. Жолбарыс қайда тұрады? Жануарларға жатады. Иә, бала? Балық қайда орналасады? Қайда жүреді балық? Суда жүреді. Суға жерде міне балықтардың қатарына құмырсқа. Бұл неге? Жәндіктерге жатады. Көргіш лупа тұр. Иә, сол лупамен не істейміз? Мына тасты бөлемін, түссін. Содан кейін майда емес екенін анықтаймын. Қандай тұсы? Қара. Шеті қандай? Шеті қандай? Не деген кетір, бұдыр және не деген қиылған ие? Мына жері май. Мына жерде күн. Мынау неме балалар? Балалар, тас қандай табиғатқа жатыр? Жансыз. Міне, суға салып көрейікші, сендердің алдарыңда да су тұр. Міне де су тұр. Міне, неге айналады балалар? Қар қандай? Суық, иә? Қолымызды ұстасақ қонады. Суға салсақ не болып кетеді? Еріп кетеді. Иә, түскенде еріп не болады екен? Топыраққа сіңеді екен. Суға құйып көрсеңдер не болады балалар? Неге айналады әлем? Балшыққа айналады. Иә, не ұстап көріңдерші? Балшыққа айналады. Иә? Жапырақ өсіп тұр. Иә, бұл қандай? Тірі табиғатқа жатады екен. Өте жақсы балалар. Жасап отырған жұмысымыз аяқталды.